осы уақытқа дейін 101 розаны бірінші рет алып тұрмын. Енді бұл ешқандай хайп анау мынау емес, барлығы шынайы. Қазір енді кімге беретінімді жақында білетін боласыздар. Күтіңіздер. Всех I love you. Кәдімгідей қобалжып тұрмын негізі. Так, Зоби ханымнан үйренген повседневный макияжым дайын. Өздеріңіз білетіндей, мен өмірде қатты боянбаймын, сондықтан сіздерге простенько боянып көрсете салған болатынмын. Бірақ Зоби ханымның обучениясында сіздерге толықтай вечерний макияж, дневной макияж, бүткіл техникаларды көрсетеді. Және де Зоби ханымның обучениясы всего лишь 990 теңге. Неге арзан десеңіздер, Зоби ханым өзінің оқушылары барлығына доступный болатындай қылып жасады кәдімгідей. Және де Зоби ханым өзінің оқушыларының арасында 20 бокс косметика ойнатып жатыр. Одан кейін 5 сертификат золотой яблокаға. Сондықтан қыздар үйде отырғаннан кейін енді барлығымыз әдемі болғымыз келеді. Bir жаққа шыққан кезде бояну техникасын үйренгіміз келеді, бірақ көбісіне қаражат жетпей жатады. Сондықтан Зоби ханымның осындай су тегін 990 теңгелік курсына қатысып, бүткіл техниканы үйреніп алсаңыздар болады. Мен жаңа ғана видеоны қосып, соған қарап уже кәдімгідей кейбір техникаларды біліп алдым. Сондықтан астындағы сілтемеге өтіп, Зоби ханымның онлайн курсы арқылы ақпарат білсеңіздер болады. Звездалар осындай болады. Көрдіңіздер ма? Звездалар осындай болады. Шымкент сразу ес күтіп алады ғой. Қазір деймін да нағаш. Тегін іш нәрсе жоқ. Туалеттің өз ақша да. Bir нәрсе істеу керек та. Кіші дәреттің өзі де ақша да. Бәрін ақша төлейді. Бүгін достар, Алла бұйырып, аман есен Шымкентке жеттік. Шымкентте мына жақтан Нұрекең өзі күтіп алды. Нұрекең Шымкентте гүл болып жүреді екенсіз ғой. Сол үшін екен ғой, қалаға келгісі келмейтін. Мына жақта жаным бар, мына жақта дидар красавчик. Осы Шымкенттеміз в общем енді. Бір Шымкенттің табиғатын көріп қайтайын мен, табиғатын. Көктай бәрекелді. Алла разы болсын, маған не деген керемет. Осындай болса, көңілің жылып, кәдімгі риза болып қаласың.
Соямдас қой соям, қуырдақ жасайын бүгін деп мына жақта қой сойып жатыр. Басқаша ғой. Қой жақсы жатыр екен бірақ. Аяқты қара. Короче, не видим, там қоймай. Үйге Алматыдан қонақтар келіп қапты да. Соған, короче, маған бүгін осы бұйырып тұр екен. Ал, бізге ас болсын. Вам без обид. Бұл бөлем сияқты бар ғой. Қойды ешкім соямайды ғой. Мынан қараса. Доп бала кет. Терісін суырып алады жинше. Ырза боламын осы дәулетін соямын. Қарсы? Доп қып тастады. Дидар не адам? Дидар всегда рядом. Қарсы? Доп. Қазір терісін. Профессиональный қасап қой бөлем. Нұрсұлтанның баққан қойын ішінде май шығаман ағаш. Семіз қойда іш май болу керек. Шекқаның ақтар сөйлеме, көп ойнамайы. Қошқар көрмеген қойған ағаш, қошқар көрмеген. Шаранға не? А? Шарам, Сендерді көріп қуанып отырамын. Димаш кеткенде жыладым мен. Жыладыңыз ба? Түлкібаске кетті деп. Жыласын деп кеттім ғой сонымен. Қайта руль. Неменеге жылайсың? Димаш үйленетін адам емес қой былтыр. Осыдан қараңдаршы бәріктеріңе на принцип үйленіп Қай кетеді. жылғысың сен Димаш? Қақта жүрсің, қонақ шақырып ал. Ай, кеу бала. Қалайсыздар, қонақтарымыз келді міне. Ой, Эдварда мен Айбек келіп жатыр. Күтсең осылай күт, мықты ақ көрші айналайын қой сойып жатыр я. Базар жоқ, риза болдым. Кәм бір қой соя салдым болсын да? Не, қуырдақ па бұдан, шашлик па? Қуырдақ па? Базар жоқ. қошқар көрмеген қойын дедім. Қошқар көрмеген. Пәк қой. Пәктей кетті өмірде. Пәктей кетті. Сол. Қайырлы күн, қалайсыздар? Шымкентте тағы да бүгін қаласын аралап жан-жағын көріп шайық деп шықтық, алып шықты. Мына жақта Димаш бауырым көлік алып, ой, как раз әдемі. Мына енді мына мешітті сүрейін деп жатсам. Қал шыбықтай үзілейін деп тұрмын ғой. Ужас, мынау, чё за соска? Ужас! Қаттасып баратыр ме? Даже патруль менің алдыма шығып жатыр ғой, мынандай сұлулықты сопровождениемен апарамын деп. Өзін таба береді екенсің сен. Оралмай жатсың ба, құпшы?